Бірлікке бақыт басын иіп тұрсын. Төбеміз бүгін көкке тиіп тұрсын. Ассалаумағалейкум Түркістаным, Алаштың ақындарын жиып тұрсын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, айрандай ынтымағың ұйып тұрсын. Түркіге алтын бесік Түркістаным, әрқашан абыройың биік тұрсын. Айтысқан махаббатың бөлек екен, біразың орын таппай күйіп тұрсын. Мен сіздерді жанымдай жақсы көрем, балам деп ақ батаңды үйіп тұрсын. Ағайын мына залға сыймағанмен, сен менің жүрегіме сыйып тұрсың. Дөңгеленген дүние қасқамаңдай, біздерге сырын әлі ашпағандай. Міз бақпай тұрғандығын қараңыздар, Қаныбек жырдан шашу шашпағандай. Кешегі әсел қандай асыл анам, өрнектеп өлеңіне қоспағандай. Осы екеуі ұстазы Бекарыстың абырой керек дейсің басқа қандай. Шойбековтің сөздері оқ болды ғой, көздері болмаса да тостағандай. Әуелі ұстаздарын жырладым ғой, тарихтың парақтарын қоштағандай. Кесенені соғарда әмір темір, ешқандай қиындықтан қашпағандай. Ұстазы Қожа Ахмет Яссауидің арыстанбап әуледен бастағандай. Көмбеге жете тұғын көсіліп бір, сөйлесе кете тұғын шешіліп бір. Түркістанның халқына мың рахмет, Бекеңнің абыройын өсіріп тұр. Ардақты президенттің өзі келіп, кеше жасап жатыр ғой шешім ұтқыр. Парасат орденінде табыстады, елмен бірге қуандық қосылып бір. Одан бөлек Бекеңнің олжасы бар, еліме жеткізейін есіліп бір. Ағаның шықты айтыс кітаптары көңілге алатындай көшіріп бір. Қол соғып құтты болсын десеңіздер, құлағым кететіндей тесіліп бір. Әуезовтің 4 томдық кітабындай, 4 кітаптың тұсауы кесіліп тұр. Ризамын жаратушы құдіретке, жұлдыздың бірі жерде, бірі көкте. Сол жұлдыздың біреуі қасымда отыр, мақтанышпен айтайын мұны көкке. Көйлегіңнің тігісі сөгіледі, қарағым айналайын қыбыр етпе. Сен судағы сазандай жылтылдайсың, мен зар болып жүргенде қырым етке. Өне бойым елтіп бара жатыр, деміңмен бірге жеткен жылы лекке. Жұмыр басты пенденің басы кетер, кеудеңнің тұсындағы жұмыр етке. Кез келген аруларға бұйырмайтын сүйсініп тұрғаны майнығым етке. Кеше ғана ораза аяқталып, нұрланның шығып отыр нұр бетке.
Şəkеңдерде шынжырдан босаған ау, қу нәпсім көнбей отыр бүгін екке. Бірдеңеге ұрынбай тұрғанымда мені қамап тастаңдар қылу етке ай. Түрленген Түркістанда гүл қыз тұрса, керуен сарай ішінде күн қыз тұрса, кесенеден көрінбей қалар еді ау, кесте тігіп алдында мың қыз тұрса. Бүгін бірақ басқаша болып отыр, секіріп кететіндей шың құс тұрса. Жұлдызда кесенеде көрінеді айтыстың ажарындай ұл қыз тұрса. Адамда далбасалап қалады екен, түндіз деген нәрсеңіз күндіз тұрса. Қалай жынды болмайын айтыңдаршы, балпиып дәл қасымда бұл қыз тұрса. Бір жағымда Қош Ахмет Яссауи мен, бір жағымда Қошабек Жұлдыз тұрса. Көзің түсіп мендегі жұмыр етке, сөздеріңді бекерге шығын етпе. Қолың жетпей көктегі жұлдызыңа, арманыңның ұштыма күлі көкке. Жерге қамап таста деп жылап тұрса, нұрланның әлсіз тұсы білінетті. Яссауи жер астына түскен екен, басы еп жаратушы құдіретке. О заманда бұ заман сені көрдім, қыздан қашып тығылған қылу етке. Әлімге жете алады байыптылар, ойын желкен талабын қайық қылар. Қош Ахмет Яссауи әулие ғой, қасиетімен барды да ғайып қылар. Қожабектің қызына өлең қонған, ақындығым мінемес айып қылар. Қос қожа жынды қылып жіберер деп, бұл нұрлан бізге қандай ойық тұрар. Қорқатын ештеңе жоқ айналайын, соншалық жер астына тайып тұрар. Ізгілікті туғылған екі қожа, қайта сені жыныңнан айықтырар. Бісміллә болса бүгін жар тәңірі, Қаратау биіктіктің қарталыбы. Олы жібек жолының бойындағы бұл мекен руханияттың орталығы. Арыстанбап Яссауи ілімімен қазақ үшін қағбадай бар қадірі. Сүйегі жатқан мекен қандарменен баһадүр батырлардың арқарыры. Гауһарана Рәбия бегімдердің тарихтан бізге жеткен ар тәлімі. Тайқазанда рух боп қайнап жатыр намысты ерлеріңнің нарқалыбы. Күнгейіңде киелі күлтөбе бар, күнде жиын, күнде той торқалылы. Осындай текті жердің төл перзенті, бегарыс бар қазақтың ортағылы. Олыс күні ұлына той жасаған, армысың оңтүстіктің нарқалығы. Қасиеті жалғасқан түркілерден, Түркістан қазақтықтың қан тамыры. Наурызда жатыр бүгін жаңғырып той, түркіде түп заманнан бар ғұрып қой.
70 жыл кеңес келіп, тыйым салып, ұлыс күн жадымыздан қалды ұмыт қой. Колбинге арнай барып, өзбек әлі Наурызды қайтаруға қам қылып той. 62 жыл салып арамызға, қайта келді салтанат сән құрып той. Жыл басы Түркістаннан басталат деп, мықтылар тіркес қылып қалдырып той. Наурызды қайтарып қазағыма, өз ағам жасап берді мәңгілік той. Сондықтан қасиетті Түркістаннан жыл басы басталуы заңдылық қой. Киген соң өлең деген ақсауытты, қай ақын айтысудан жасқаныпты. Армысың нұрланшы бар ақ құрдасым, бұзбайтын қазақылық дос қалыпты. Амал күні келіншегі қыз босанып, көңіл алты баламен қош болыпты. Сүйіншісін берейік шапалақпен қуантып, осындағы рас қалықты. Біз бөрікті аспанға атқан менен, құрдасым көп қызықтан кеш қалыпты. Қырқыннан шыққанынша нәрестесі жарына жақындамай аш қалыпты. Содан болар жұлдызға есі кетіп, жалмаңдап төске шауып бас салыпты. 30 күндік ораза біткен менен, 40 күндік сынағы басталыпты. Жүзіңнен айналайын чайнап тұрған, көзіңнен айналайын ойнап тұрған, қаным кеуіп қаталап жүрген кезде қасқырға қиын екен қой бақтырған. Ол рас кеше ғана қызды болып, жайым бар қуаныштан тойлап тұрған. Менің қуанышымнан хабар беріп, жұлдызды көрмеймісің сайрап тұрған. 40 күндік сынағы басталды деп, сәуріктей тепсінесің жайдақ тұрған. Ілімің шынымен терең екен, түпсіз тұңғиықтарға бойлап тұрған. Сен не деген есепке жүйрік едің, пайдам тиіп қалар деп пайлап тұрған. 50 жылдық тойындап бек арыстың, 40 күндік сынақты ойлап тұрған. Өмір деген қамшының сабы бізге, жаңылып қалмайтұғын жағын ізде. Жыныңнан айықтырып аламыз деп, жұлдыздың ашып отыр жаны бізге. Түсіргісі келмей тұр құлуетке, күәсің часыңызда кәріңізде. Сенен емес өзімнен қорқып тұрмын, көңіліңді айналдырма сары күзге. Кеше ғана ораза аяқталып, иманның ұрып тұрған шағы бізде. Жер астына тығылып жатырсың деп, қарадай айтып тұрған зарыңыз не? Түркістан түркілердің астанасы, талайдың бұйырмаған бағы бізде. Жердің асты дегеннен шошып тұрсаң, жолдың асты деген бар тағы бізде. Түркістан берекенің бастауындай,
тайғазан татулықтың астауындай, кешегі Әл-Фараби Яссауиім ілім менен білімнің асқарындай. Күй құдырет сүгір мен төлегеннің күйлері еске салар ескі ауылдай. Майлы қожа құлыншақ қызыл жырау, қара сөзге келгенде растауылдай. Сұлтанбек Саттар тұрар арыстаным, бұғауға өткен жоқ па еш бағынбай. Нұртас Өзбек әліні кім білмейді, кеңеске қарсы тұрған тосқауылдай. Шәмшімен мұхтарымда заңғарларым, қашанда қатар тұрар қос қолыңдай. Батыр ақын Бекзатпен бегарысың, жырласаң таусылмайтын дастаныңдай. Бір жұлдыз емес пе мұның бәрі, бақ берген шүкір Алла басқа мұндай. Қошағына сыйдырған жұлдыздарды, Түркістан жер үстінің аспанындай желкесі көрінетін жотадайын, көздері көрінетін ботадайын. Айналайын жұлдыз жан, мен сен үшін тік тұра білейінші сақадайын. Түркістанда әулие әмбие көп, зиярат қып десеңіз баталайын. Көрсетіп Түркістанның төңірегін, мен сенің ықыласыңды матамайын. Шомылсаң Гауһарана бұлағына, шипаның табар едің оп-оңайын. Үкіңді желбіретіп одан кейін, үкашаның басына апарайын. Мына мен сенің қадіріңді түсінемін, көңілі кең даладай кісімедің. Құдығынан су ішсең үкашаның, деушедің ауызыммен құсылемін. Бірақ оның бар екен машақаты, өзімде бір-екі рет ішіп едім. Кез келген адамға су шықпайды екен, мейлі сен үлкен бедің, кішім едің. Сен тастаған шелектен су шықпаса, оның да жолын тауып кішіремін. Сол шелекке өзіңді отырғызып, құдықтың дәл түбіне түсіремін. Байқаймын көңіліңіз толды маған, шарапат болып қалар молдығадан. Су түбінде қалам деп қорықпашы, ондайда жасаймыз ғой оңды қадам. Қайтадан сені тартып шығарамын, жіп үзіліп кетпесе болды маған Қазақта Түркістандай құттай бар ғой, су сұраған адамға сүт құйған ғой. Үкашаның басына апарам деп, аш қасқырың біз жаққа шұқшиған ғой. Су шығуы ниетке байланысты, Алланың назары да түпке иман ғой. 40 күндік ойларың мәлім болды, біздерге сәл қиындау жұп қиған ғой. Сондықтан менен көрі бұл нұрланның шелегі бос қайтуы ықтимал ғой. Жүректе жатқан шерді қозғас адам,
Моншақ жасқа болмайды көзде сараң. Кейде көпті көргеннің даналығын, мың ойланып таппайды көп жасаған. Құдық көзім түсірем дегенің не? Солма сонда жетістік ол жасаған. Шәкәрімдей атамның тас құдықта 30 жылдай жатқаны аз басаған. Нұрлан жақтан күтібем ыбыстығын, неліктен бастап кеттің ұрыс бүгін? Жіп қиылып құдыққа түсесің деп алдың ау мынау елдің тыныштығын. Наурыз деген береке бірлік айы, ыдысқа сыймай жатар ырыс бүгін. Кейлердің айтысына келген кезде триллер қып жібердің ғой ұлыс күнін. Бұл жақтың кәуабы да тәп-тәтті ғой, бұл жақтың палауы да тәп-тәтті ғой. Тарихи маңызы бар бұл өлкені шайырлардың барлығы мақтапты ғой. Әлемге атайгілі Әмір Темір Яссауиге кесене шақтапты ғой. Белгілі қандар менен бидің бәрі төрт қақпалы шақарға тоқтапты ғой. Қандар мен билер жатқан текті мекен ұлылықтың үлгісін сақтапты ғой. Ағайын көрдіңдер ме мықты адамдар Париж бен Лондонға соқпапты ғой. Әму мен Сырдарияны балдай көріп, басқасының суынан татпапты ғой. Киелі Түркістанның даласынан баратын басқа орын таппапты ғой. Киелі Түркістанның қаласынан асатын жер ұйықты таппапты ғой. Сал болсаң арқар құсап арындарсың, сері болсаң Нұрланжан жалындарсың. Тамдының аруына ән арнаған шәмшіні нағыз ердеп қабылдарсың. Сол әннің ырғағына ырғатылып, бір көрген сұлу қызын сағынғаншын. Шынымен жомарттығың ұстап тұрса, сенің де бір тілегің орындалсын. Жұлдыз қызды есіңе түсіретін Түркістанның төрінде әнің қалсын. Жүрсеңде жұлдыз түлкі бұлаң менен, мұрныңның ұшында тұр шыдам деген. Қарағым қабағыңды ашып отыр, қалжыңдасып отқандай құдаң менен. Қасиетті құдыққа алып барсам, құрметім емес педі бұған деген. Одан кейін үңгірге аттанамыз, негізі толып жатыр план деген. Ал бірақ өзің болсаң қорқып тұрсың, үкашаға жет алсаң қуан дерем. Шыныменен құдыққа құлайтындай, сен өзі қандай бұраң белең. Құдай білет, ол құдықтың аузы тары ғой, кептеліп қалатындай жуан денең. Алда жалда шынымен құлап кетсең, шығарып аламыз ғой кран менен. Тұлпарымды күмістен тағаладым, қалжыңдап құрдасым деп бағаладым. Домалақтай анамды қалай алған кешегі Бәйдібектей абаданым. Нүрейлана құдыққа құлап кетіп, сынағы болған Алла тағаланың.
Білегімнен ұстаса кім бірінші, мен соның жары болып жараламын деп Нұрилі анамыз айтқан екен, ешқашан кірлетпеген адаларын. Білегінен құдықтан шығарыпты білек ұстап, Бәйдібектей кешегі дарадарын. Содан кейін екеуін еке қиып, басына салған екен орамалын. Тарихын ұрпағына сабақ қылған қазақта елді қайдан табаламын. Сені де су түбінде қалдырмаймын, өткенімді ұмытсам жоғаламын. Себебі жау қолынан жұлып алып, қызды қадір тұтыпты даналарым. Құдыққа тастап кету бұлай тұрсын, құлдықта қалдырмаған бабаларым ай. Түркістаным дәстүрмен той тойлаған, ұрпағының келешегін ойлаған. Төрт қақпалы Түркістаным емес пе, ажарлы, ажарлы, қызғалдақтай гүл жайнаған. Түркістандыр той жасап, ат шаптырып ай. Түркістандыр той жасап, ат шаптырып ай. 50 жасқа тіреп тұрған табанын, орны бөлек бекарыстай ағаның. Айтыстағы алтын шалды арыстан, қошақтап, жүз жасасын гүл жамалын. Яридай, ой пәлай, бекен келді елуге, ат шаптырып ай. Бекен келді елуге, ат шаптырып ай. Қызғалдақтай құлпыратын қырмызы, құрдасымның шайнап тұрсын нұр жүзі. Эстрадада жұлдыз деген толып жүр, айтыстың, өзің едің бір жұлдызы. Яридай, ой пәлай, жұлдыз келді ауылға, ат шаптырып ай. Елім тұрсын айтыста, сақ-сақ күліп ай. Ай бәрекелді, қошемет ардақтағайын. Алқалы әлеумет тамаша бір боз биенің сүтіндей таңдайдан дәмі кетпейтін нағыз қалжыңға толы, әдемі әзілге толы қыз бен жігіттің айтысы болды ғой деп ойлаймын. Бір қол шапалақтап қойыңыздар. Құрметті қазылар алқасы, бұл айтысты бастаған Нұрлан Есенқұловтың ұпайын беріңіздер. Бір 9, қалғаны 10. Жұлдыз Қазиханның ұпайын беріңіздер. 1, 2, 3, 4, 9, қалғаны 10.